Кайрылуу күн достар. Бүгүн сиздерге New York Times деген слива косулуп жасалынатын бәлиштин рецептисин сунатын боламын. Менде бул бәлиш биринчи жасагандан өчө керемет болуп чыкты. Сондуктан сиздерге де жасап көрүүгө кеңеш беремин. Ең алдымен бөлме температурасында ерип турган сары майды алып саламыз. Одан кийин барып үстүнө 4 ас касык кант салатын боламыз. Қазір экөөүн миксерлейтин боламыз. Енді шай касыкпен кичкентай гана туз салып миксерлеп алатын боламыз. Енді бөлме температурасында турган 2 жумуртканы 2-ге бөлүп салып миксерлеп алатын боламыз. Экинчи жумуртканы да салып миксерлеймиз. Енді осындай кондитерлік лопаткамен кішкене шетін тазалап алып, тағы да кішкене миксерлеп аламыз. Енді бір шай қасық қопсытқышты оның үстіне салып, сол ыдыстың ішінде араластырып аламыз да, сидадан өткізіп салатын боламыз. Онды салып болғаннан кейін миксермен бірден араластырмаңыз, өйткені ұнымыз қазір жан жаққа шашырап кетеді. Осылай кішкене ішінде араластырып аламыз, жай ғана миксерді қоспай. Кішкене араластырып болғаннан кейін барып миксерді қосып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеген кезде осылай лопаткамен тазалап отырып миксерлеуді ұмытпаңыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз да дайын болды. Енді формамызға құятын боламыз. Мендегі кольцоның диаметрі 22 сантиметрлі. Егерде сіздерде бұндай кольцо болмаған жағдайда күнделікті өзіңіз пісіріп жүрген, пирог пісіріп жүрген формаға салып пісіре берсеңіздер болады. Енді мен осындай астын фольгамен жауып алатын боламын. 2 қабаттап жабатын боламыз. Енді дайындап алған қамырымызды салып шығатын боламыз. Барлығын салып шығамыз. Салып болғаннан кейін осы лопатканың көмегімен бетін тегістейтін боламыз. Егерде сіздерде бұндай лопатка болмаса, кәдімгі ас қасық бар ғой, сонымен тегістесеңіздер болады. Қамырымызды әдемілеп тегістеп алдық. Енді сливамызды қойып шығамыз. Мендегі слива ашыған кезде кішкене ішіндегі дәнегін жабысып тұрған слива болып шықты. Кейбір сливалар бірден пышақпен кескен кезде бірден дәнегінен тез ажыратылады. Менде ондай слива болмады. Енді бәрібір қандай слива болса да барлығын салып шығамыз. Бұл бәлішті салмай тұрып, алдын ала қыздырып аламыз пешімізді. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минутта пісіп шығатын болады. Мінекей достар, бәлішімізде пісті. Бәлішті формасынан босатып жатырмын. Мен жарты сағат суытуға қойып, барып босатып жатырмын. Осылай пышақтың көмегімен босатамыз. Мен сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Формаға құяр кезде қамырды шетіне май жағып шығамыз.
Мінекей достар, біздің бәлішіміз де дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де жасап көріп жатсаңыздар, міндетті түрде комментария бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Осы уақытқа дейін мені қолдап келген жандарға алғысым шексіз. Ал тіркелмеген жандар, сіздер тіркеліп кетіңіздер дегім келеді. Алда әлі тұрақты түрде күшті рецепттер шығаратын боламын. Сіздермен болған Гүлайым. Қош сау болыңыздар.